Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Дорамшик ағай. Бүгін кальмар ойыны 2-ші маусым туралы айтсам деймін. Енді бұл дораманы бәрі көріп, қарап, тіпті түрлі абсурлар да шықты, шолулар да шықты, бәрі көріп тастаған шығар. Дегенмен де бүгін осыған өзім жасағым келіп отыр. Өзім бірнеше рет көрдім, аудардым, сондықтан да өзімнің ойыммен де осында бөлісем. Мүмкін біреулерге көру қызық болып жатса көре жатар, көргісі келмейтіндер көрмей ақ қояр, иә. Дегенмен де бүгін осыны айтқым келіп отыр. Егер арнама тіркелмеген жандар болса, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер. Олай болса бастайық. Кальмар ойыны осы 2-ші маусым қызыл шашты Кихуннан басталады, яғни ол 1-ші сезонда жеңіске жеткен 456-шы ойыншы. Ол әуежайдан ұшаққа отырғалы жатып, бірақ айнып қалады. Оған ұшқаныңыз дұрыс десе де, ол оны орындамайды. Кихунның ендігі мақсаты ұйымдастырушыларды тауып, бұл ойынды қалай болмасын тоқтату. Ол тіпті құлағынан өзін анықтағыш заты тауып, оны кесіп алады. Ал енді кальмардағы жүргізушінің інісі, ол бізде детектив. Егер естеріңізде болса, детектив 1-ші сезонның соңында оны өзінің ағасы атып салады ғой. Содан ол жартастан құлайды. Ол біраз уақыт комада болады. Содан ол комадан оянып 2 жыл уақыт өтеді. Детектив жігіт өз қызметіне қайта оралады, бірақ бұл жолы ол патруль қызметкері. Ал Кихунның басты мақсаты өзі кезінде бірге метрода ойнаған жігітті табу. Ол үшін ол тіпті үлкен банданы жалдайды, оларға үлкен қаражат береді. 2 жыл бойы іздеп жүріп, оны ақыры дегенде табады. Бірақ 2 банда жігіт ұсталып қалады, яғни жаңа метродағы жігіт бар ғой, сол ұстап алады. Енді ол екеуіне русская рулетка ойын ойнатады, соңында біреу өліп, екіншісі тірі қалады. Ақыры Кихон бұл жігітпен кездесіп, екеуі де бірге дәл осы русская рулетканы ойнайды. Метродағы жігіт ұтылып қалып, мерт болады. Ал детектив жігіт осы жігіттің өліп жатқанын көріп, оны өлтірген Кихон деп ойлайды. Кихон бәрін түсіндіргеннен кейін Кихон, детектив және банда жігіт үшеуі бірігеді. Осы ойынды тоқтату үшін Кихон ақыры ойын ұйымдастырушымен кездесуге мүмкіндік алады. Клубта кездеседі. Ал детектив пен банда жігіт оны бақылаймыз дегенмен, ол жоспарлары орындалмайды. Сонымен ойын ұйымдастырушыларының бірімен Кихон лимузинде кездеседі, ұзақ уақыт сөйлеседі. Ол осы ойынды қалай болмасын тоқтатам дейді, және бұл ойынға қайтадан қатысуға шешім қабылдайды. Детектив жігіт бандамен бірге кемеде аралды іздеуге көшеді. Олармен бірге детектив жігітті құтқарған адам жүреді. Ол адамның да жүргені жай емес, ол да жай құтқарған жоқ. Сол ұйымдастырушылардың бірі болса керек, өйткені соңғы бөлімдерге қарай ол сондағы детективтің қасында жүрген адамды атып салады. Сонымен Кихонға ойынға оралайық. Сонымен Кихон әдеттегі ойындағы киіммен оянады. Бұл жолда көптеген қызық ойыншылар бар. Сонымен 1-ші ойын басталады. Бұл ойынды бәріңіз білесіздер. 1-ші сезонда бұл ойын болған еді. Тыныш жүрсең ұзақ жүресің ойыны. Кихон бұл кезде барлығына қалай жүру керектігін, не істеу керектігін айтады. Алайда көбісі оған сенбейді, оны жынды деп ойлайды. Бірақ уақыт өте келе адамдар бірінен соң бірі өле бастағаннан кейін оған кейбірі расында да сенеді. Сонымен 1-ші ойын аяқталады. Көптеген адамдар тірі қалады, әрине Кихонның арқасында. Бұл жолы қызыл киімдегілердің бірі туралы айтады дорамада. Ол солтүстік Кореядан келген әйел, баласы солтүстік Кореяда қалып қояды. Ол өзі көрген адамды осы ойында көріп қалады. Тіпті ол қозғалса да, оны атуға асықпайды. Сонымен 1-ші ойын аяқталып, 456 ойыншыдан 365 ойыншы қалады. Әр ойын біткен сайын ойынды жалғастыруға немесе жалғастырмауға дауыс береді. Дауыс беру кезінде бізге 1-ші ойында болмаған 001-ші ойыншыны көрсетеді. Ол осы ойынның жүргізушісі, яғни детектив жігіттің ағасы еді. Дауыс беру кезінде Кихон өзінің бұрын ойнағанын, жеңіске жеткенін, бұрын барлығының мерт болғанын мойындайды.
Алайда оған сенетін адамдар өте аз болып шығады. Екінші ойында Кихун дәл бұрынғандай болатынын айтады, сондықтан екінші ойынның қандай екенін бәрін айтып береді. Алайда мұндағы екінші ойын ол ойлағандай болмай шығады. Бұл жолы ойыншылар топқа бөлінеді, 5 адамнан бөлінеді. Ол жерде арнайы уақыт ішінде түрлі ойындарды ойнай білу керек. Бұл жолы біріншісі ол ткаджи ойыны, метрода ойнаған ойын естеріңізде болар. Екіншісі ол бисокчиги деген ойын, тасқа тигізе білу керек. Біздің асыққа ұқсайды кішкене. Үшіншісі ол конгинори, ол өзі басым кішкентай кезде ойнаған едім. Ол 5 тас деген ойын бізде. Кәрістерде де дәл солай екен. Одан кейін пхени ойыны және соңғысы чхичайги ойыны, бұл кәдімгі біздің ләңгі. Осының барлығын ойыншылар аз уақыттың ішінде ойнап шығу керек, болмаса өледі. Нақты уақыт бар, сол бойынша ойнау керек. Бұл ойыннан да көпшілігі жеңіп шығады, бұл жолда әрине дауыс беру болады. Көпшілігі әрі қарай ойнағысы келеді. Бұл маусымда өте бір қызық кейіпкер бар, ол трансгендер. Дәл осы бөлімде ол өзінің оқиғасымен бөліседі, 5-ші бөлімде. Дегенмен де бұл трансгендер болғанмен әскерде болған, мылтықты өте жақсы пайдалана алады, адам атып біледі, сондықтан оның артында бәрі бірде қандай да бір құпия бардай. Сонымен 3-ші ойын, меніңше бұл ең қызығы. Бұл ойынның аты третий лишний, бұл жолы әткеншек болады. Әткеншекке барлығы отырады да, әр сәт сайын оларды 2-ге, 6-ға, 8-ге бөлу керек, бөліну керек өздері. Солай бөлініп арнайы есіктерге кіру керек. Егер есікке көп адам немесе аз адам кірсе, өледі. Есікке сыймай қалғандар да өледі. Ли Бин Хонның кейіпкері жаңа 001 есікке 3 адам болып кіреді. Алайда 2 адам ғана кіру керек еді. Бірақ ол жүргізуші болғандықтан әрине тірі шығады. Қасындағы қалай түсіндіргенін көрсетпеді. Ал ол ойыншы оны айтуға тырысты, бірақ айта алмады. Осы кезде детектив жігіт Кихунды таппай қояды. Өйткені оның алдын біреу орап кете береді. Яғни оған көмектестім деген кеме капитаны ойынға қатысы барлардың бірі болып шығады. Жаңа басында айтқанмын. Өз басым сол кісіден бірден күдіктенген едім. Сонымен дауыс беру кезінде ойынды жалғастырғысы келетіндер мен келмейтіндер тең болып қалады. Содан әжетханада олардың арасында төбелес болып бірнешеу тіпті өліп те қалады. Өлгендердің қатарында таныс бар, ол нашақор рэпер жігіт. Сонымен соңғы бөлімде Кихун бастағандар ойын ұйымдастырушыларына қарсы шығуға бел буады. Қызыл киімдегілерді алдап, олардың қаруын алып, оларды қырып салады. Солай бәрін тоқтатуға тырысады. Атыс кезінде Кихунның жанына серіктесі Ли Бин Хонның кейіпкері болады, яғни 001. Серіктесі сияқты жүреді, досы сияқты жүреді. Алайда көпшілігі мерт болады, қызыл киімдегілер көп, ал олар аз. Соңында Кихунның досы да қайтыс болады. Соңында бас ұйымдастырушы, жүргізуші қара киімдегі адам Кихунға былай дейді. 456 ойыншы. Қаһарманды ойнау ұнады ма? Жақсылап қараңыз, міне сіздің ойыныңыздың салдары. 어떤 건지. Кихон! Екінші сезон осы жермен аяқталады. Әрі қарай қалай болатынын енді 3-ші сезонда білетін боламыз. Ойыншылардың ішінде трансгендер, Кихун, анасы мен ұлы және жаңағы жүкті қыз, жігіті, оның марпех жігіт тірі қалады, және өзге де ойыншылар бар әрине. Енді әрі қарай 3-ші сезонда оның қалай болатынын, қалай өрбітетіні қызық болып тұр. 3-ші сезон 2025-тің жазында шығады деп жатыр, біреу күзде шығады деп жатыр. Енді алдағы уақытта оны
білетін боламыз. Жалпы екінші сезонды көрдіңіз бе, ойларыңыз қандай, оны төменге жаза кетіңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, арнама жазыла кетіңіздер.